Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді донор дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, видео ұнаса жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Енді бізге мынадай заттар қажет болады. Мен үй жағдайында сиыр етін пісіріп алдым. Картошкадан фри дайындап алдым. Көкөністерден қиярды қосамын. Егер болса помидорды қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Одан кейін соусын майонезбен кефирді араластырып, укроп, сосын аздаған чеснок қосып, қара бұрыш қосып дайындап алдым. Соусын өз қалауларыңызға байланысты дайындасаңыздар болады. Енді лавашымызды жайып, оған тік төртбұрышты формада фрилерді орналастырдым. Қалауларыңызға байланысты бұдан көбірек салсаңыздар да болады. Одан кейін еттерді салдым. Қалауыңызға байланысты мүмкін сиыр етін, мүмкін тауық етін қолдансаңыз да болады. Одан кейін осылай барлық жеріне соусты құйып шығатын боламыз. Енді қиярымызды жұқалап турап осылай орналастырдым. Помидорды да қоссаңыздар болады. Өте жақсы болады дәмі. Енді тік төртбұрышты формада екі жағын қайырып, осылай нығыстап, жақсылап орап шығатын боламыз. Жай отта дайын болған донерлеріміздің екі жағын қызартып шығатын боламыз. Мінекей донерлеріміз дайын. Қалауларыңызша кесіп, тарелкаға салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.